Енді 16-да 16 размерлі матамыздың артына флизелин жабыстырып алғандарыңыз жақсы, бірақ міндетті емес. Мен қалдық флизелиндерді айқастыра отырып жабыстырып отырмын. Артық жерлерін кесіп алып тастайсыздар. Оюларыңыздың да артына флизелин жабыстырып отырып кесіп алғандарыңыз жақсы. Себебінде формасын жақсы ұстап тұрады. Тіккен кезде де бізге өте жеңіл болады. Енді оюларымыз жабысып тұру үшін арнайы паутинка қалдықтарын осы оюдың астына қойып жібереміз. Осы күнге дейін паутинкаларыңыздың қалдықтарын қоқысқа тастап жүрген болсаңыздар, енді бұл да іске жарайтын болады. Осылай қойып болғаннан кейін үстіне марлы болмаса жұқа мата қоя отырып пармен үтіктейміз. Сол уақытта ыстықтан паутинкамыз матаға жабыстырады. Енді артық көрініп қалған клейлерді тырнақпен ақырындап кетіріп тастауымызға болады. Оның ешқандай зияны жоқ. Енді осылай шеттерін зигзагпен тігіп шығамыз. Машинаны тікпестен бұрын бірінші зигзагқа қоймас бұрын иненің жоғарғы тұрғанын қадағалаймыз. Сосын кейін барып зигзагқа қоя отырып, астыңғы бөлігін 5-ке қоясыздар. Адымын 1-ге қойсаңыздар болады, және де ара қашықтығын 3-ке қоясыздар. Мынау адымы, мынау ара қашықтығы. Енді зигзагпен тігіп шығамыз ақырындап. Зигзагпен тіккен кезде жіптеріңіз, тігістеріңіз көк матаға өтіп кетпеуі керек. Оюдың шетіне түсіп отыру керек. Көп жерлерде байқасаңыздар, бұл қыз жасаумен айналысып жүрген кісілердің өздері бұны дұрыс пайдаланбайды, яғни ара қашықтықтары мүлде алшақ. Сондай матаның шетіне де зигзагтың тігісі шығып тұрады. Соның барлығына негізінде өте қатты мән берген жақсы. Сапалы болған сайын сіздің де клиентіңіз жоғары бағалайтын болады сізді. Осылай зигзагпен барлық оюларымызды тігіп шығамыз. Бізге осындай оюдан шай көрпешеге 4 данасы қажет. Етна оюларымыздан 4 данасы қажет. Мінекей біз аяқтап болдық. Көрдіңіздер ме? Тігістері кәдімгідей қандай әдемі болып түседі. Артық жіптердің барлығын алып тастағандарыңыз жақсы, жаңғырып тұрғаннан гөрі барлығы жинақы болған жақсы. Мінекей тігістері сондай әдемі болды. Бізге тіккендеріңізде өте жеңіл, керемет тігіледі.